Брюссель жаһандық технологиялық алыптарды қуып жету үшін озық жасанды интеллект модельдерін үйрететін инфрақұрылымды жеделдетіп жатыр. Еуропа комиссиясы Еуропада 7 AI гигафабриканың құрылысын мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру үшін конкурс жариялады. Бұл инфрақұрылым арнайы чиптер орнатылған алып есептеу орталықтары. Олар жасанды интеллекттің әсіресе ең озық мәтіндік модельдердің жаңа буынын оқытып, дамыту үшін қажет. Бұл бастама Еуроодақтың шетелдік бұлттық қызметтер мен чип өндірушілеріне тәуелділігін азайтуға және технологиялық дербестікке қол жеткізуге бағытталған. Бейсенбі күні Еуропа комиссиясы жасанды интеллектті дамытуда көшбасшы құрлыққа айналғысы келетінін мәлімдеді. All of this to also serve our tech sovereignty agenda, because we want advanced AI to be developed right here at home in Europe and by European companies and European researchers in line with Europe's values and fundamental rights. ақш пен Қытайда ірі деректер орталықтарын салу жобалары қарқынды жүріп жатыр. Осыған жауап ретінде Еуропа комиссиясының төрағасы Урсула фон дер Ляйен былтыр Парижде өткен саммитінде Еуропада жасанды интеллект гигафабрикаларын салу жоспарын ұсынған еді. Қазірдің өзінде Еуропалық одаққа мүше 10 мемлекет бұл жобаны өз аумағында орналастыруға ниет білдіріп отыр.